жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгін қан қысымы туралы сөйлесеміз. Көбінесе қазір қан қысымы жоғары кісілер бізде өте көп. Сонымен қатар бұл пациенттер дәрігерге барғанда ай сайын өзінің дәрілерін алып және қадағаланып тұрады. Бірақ бұл ауру неден екенін біз білуіміз керек. Тек қана дәріні ғана ішіп қана қоймай, біз не себепті басталды, сол себепті жоюымыз керек. Көбінесе бұл аурудың себебі артық салмақ болып келеді. Және тамақтанудың дұрыс еместігі, күндегі лайфстайл, сонымен қатар бұл кісілерде жаман әдеттері болуы мүмкін. Жаман әдеттерге темекі шегу, арақ ішу, пиво ішу және тағы басқада, насыбай шегу және тағы басқада осындай жаман әдеттер болуы мүмкін. Сонымен қатар артық салмақта өте үлкен адам ағзасына зиян алып келеді. Неге ол адамның ағзасына зиян алып келеді? Себебі, яғни артық салмақ ол зат алмасудың бұзылысына алып келеді, қан тамырлардың май басуына алып келеді. Былайша айтқанда, ғылыми тілмен айтқанда атеросклероз дейміз. Сонымен қатар осы аурулардың бәрі, осы семіздіктің бәрі келесіде бізге қан қысымының жоғарылауына, сонымен қатар диабеттің пайда болуына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар айтып өтетін жағдай, қан қысымын қалай біз қалыпты ұстап отырамыз? Қан қысымын қалыпты ұстап отыру үшін бірінші біз күнделікті өзіміздің режимнан бастау керек. Таңертең тұрғанда сіз 1 стакан жылы су ішіп, ағзаңызды оятып алыңыз. Сосын бір 5-10 минут физикалық жаттығу жасауыңыз керек. Салмағыңызды азайтуыңыз керек. Салмақ өте маңызды. Себебі салмағыңызды азайтпасаңыз қан қысымыңыз жоғарылай береді. Ал оның асқынулары, яғни кенеттен болған жүрек өлімі, жүрек инфаркты, жүректің тоқтауы болуы мүмкін, жүрек инфаркты болуы мүмкін. Сонымен қатар инсульт алуыңыз мүмкін. Және парализовать етіп жатып қалуыңыз мүмкін. Осындай асқынулары бар. Сондықтан әр адам өзін жақсы көреді, өзін қадірлеу керек. Сондықтан бірінші сіз өз салмағыңызды өзіңіздің бақылауыңызға алыңыз. Салмақты азайту керек. Салмақты қалай азайтамыз? Күнделікті біз физикалық жаттығу немесе қосымша бір серуендеу, сонымен қатар жүзуге бару, күнделікті жейтін тамағымыздың құрамын өзгерту болып табылады. Негізі осы қан қысымы жоғары кісілер таңы басталу керек. 1 стакан су ішесіз, жылы су. Одан кейін жаттығу жасайсыз 5-10 минут, бастапқыда 5-10 минут. Одан кейін таңертең тұрғанда сәл ертерек тұрып жұмысыңызға жаяу баруға тырысыңыз. Қатты алыс болса, 2 остановка жаяу барып, немесе 2 остановка ерте түсіп қалу арқылы, яғни күнделікті сіздің қимыл қозғалысыңызды күнделікті көбейту керек. Егер сіз демалыс күндеріңізде тауға шығу, табиғат аясына серуендеу, сонымен қатар жүзуге бару салмағыңызды өте жақсы ұстайды. Бірінші орында адамның өзінің жоспары болу керек. Әр адамда өзі жоспарлау керек. Яғни алдағы өміріңізді, қанша жыл өмір сүргіңіз келеді, соны жоспарға қойыңыз. Яғни әр адамның жоспары болу керек. Мысалы, мен 100 жыл өмір сүргім келеді. Осы 100 жыл өмір сүру үшін мен не істеуім керек?